Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз дубайский шоколад жасаймыз. Егер маған айтты дубайский шоколадың сәтті шығып жатса, деді мен достар, біз сенен сатып аламыз деді. Кеше мен магазинде фисташковый пастаны іздедім, бірақ оны таппадым. Бірақ есесіне фисташканың дайын тазартылған, қуырылған түрін сатып алдым. Осыдан енді біз фисташковый паста жасайтын боламыз. Және де сол ең тәтті фисташковый паста сияқты мен ойымша соны жасап көрейік қазір. Міне бізде 100 граммдық қант, оның барлығын осы табаға салып жібереміз қазір. Осыны қазір біз карамель күйіне түспейінше араластыра беретін боламыз. Жайлап карамельдің күшіне еніп жатыр. Өзім бірінші істеп жатырмын, бірақ маған өте қызық болып жатыр бұл процесс. Карамелизация процесінен өтті. Енді бүкіл фисташкамызды саламыз осы жерге. 5 минутта карамелизация болды. Тез осы жерге фисташкамыздың барлығын осы карамелімізге аунатып қуырып. Мен осы дубайский шоколадты жасап қана қоймай, негізгі қателіктермен де бөліскім келіп отыр. Менде қателіктер болды бұны жасау барысында. Қателіктер болады екен. Қателік пастаны жасап болғаннан соң басталады. Әзірше барлығы әдемі дұрыс келе жатырмыз. Қатпай тұрған кезде бүкіл фисташкаларымызды карамельге оралған блендерге саламыз. Бір жететін сияқты осы бөлігін бір кішкене блендерлап көрейікші. Блендерді қосқан кезде бірден максимальный скоростьқа қосуға болмайды. Блендер түсінбей қалуы мүмкін. Жәмен скоростьті жайлап төменнен бастап көтереміз. Ал енді бір көрейікші іші не болып жатқан. Вау! Кәні? Бізде ұнтақ қана шығып тұр екен қазірдің өзінде. Бүйтейікші. Сәл судан қосайық. 20 мл су керек бізге. Бірінші жартысына бір столовый ложкадай кішкене май қостым. Кішкене 1 столовый ложкадай май қостым. Жерге түсіріп, тағы да бір блендерлап аламыз. Мінекей менде осындай фисташкалық паста шықты. Осы ғой паста деген, осы ғой. Әп-әдемі паста шықты. Барлығын қазір осындай бір ысқа жинай беремін. Мынандай банкасы 5 теңге тұрады. Достар, енді шоколадты темперировать етеміз. Осындай кастрюлькаға кішкене су құйып қайнатып аламыз. Бұл шыққаннан соң үстіне ерімейтін пластмасса емес ыдысты қойып, шоколадтарды салып 42-45 градусқа шейін ерітіп аламыз. Сосын оны 32-29 градусқа шейін суытамыз. Осы темперирование шоколада деп аталады. Термометр жоқ болған жағдайда бұл шығып бастайды ғой. Сол кезде ыдысты қойып, шоколадтарды салып бір минут ұстасаңыздар жеткілікті. Сол жылумен, сол қарқынмен аласыздар да. Осы водяной банядан қасықпен араластырып шоколадты ертіп алсаңыздар болады. 32-28-29 деген осы комнатаның температура ғой негізі. Қолмен ұстаған кезде осы комнатаның температурасындай температураны сезсеңіз болды. Шоколадыңыз темперированный деген сөз. Какао масло қосып ертсеңіздер, онда настоящий темперированный шоколад пайда болады сіздерде. Дубль 2 қыздар, мен екінші дубль түсіріп жатырмын. Өйткені біріншісінде мен шоколадты құйған кезде морозильникке қойдым да, амнау асты жабысып қалған ғой. Астында мұзға жабысып қалған. Алған кезде пытыр етіп барлығы сынып кетті. Шоколадты қайтадан темперировать еттім. Қазір 34 градус шамасында енді қайтадан құятын боламын да. Шоколадымызды құямыз да. Мен андайдан қойдым тақтай. Уже оң қосып қойдым ғой кішкене асты жабысқанмас үшін. Тақтайдың үстіне қойып барып салам, а то бағана настроением қатты түсіп кетті. Шоколадты құйған кезде бортиктеріне кішкене қалыңдау қылып құямыз. Жабыспапты. Ал енді бағана дайындап қойған массамызға катаифи қамырын араластырдым. Менде катаифи магазиндікі. Дайын қуырылған катаифи, осының барлығын ішіне мол қылып салып, ең соңғы шоколадты астыңғы бөлігіне құямыз да, барлығын реттестіріп, морозильникке жарты сағат жібереміз. Холодильникке де жарты сағат жіберсеңіздер болады. Бұрын сонда бұндай плитка шоколад жасап көрмеп едім, бірақ бәрі нормально сияқты. Кәні, ашыла қойын да. Ашыла қой. Вау! Вау! Классно же! Әдемі ғой, күшті шықты. Прям зор шыққан. Сен жеп жүрген осындай ме еді? Размерін айтамын да? Жоқ, мен бұндай размерде жемеген. Вау! Күшті шықты. Кәдімгі. Давайте көрейік. Бисмилля. Зор екен. Базар жоқ. Шоколад тәтті. Классно же, да? Достар, бұл рецептпен жасасаңыздар, дубайский шоколадтарыңыз өте дәмді шығады. Біздікі әйтеуір өте дәмді шықты. Бұндай шоколад біз жемеген. Біз фисташкалық пастаны да мен қатты пасталы жүрген жоқпын. Арасында жаңғақтар целый кішкене болды, майда-майда. Соның дәмі сезілді ғой, жаңғақтың әдемі дәмі. Карамельдің кішкене әдемі дәмі сезіледі. Катаифидің дәмі сезіледі. Бірақ
Қызық үшін жейтін болсаңыздар, бұл рецептпен катаифи тестасы қытырламайды екен. Біздікі қытырлаған жоқ начинка. Бәлкім пастаға суды көп құйып жібердім, содан жібіп кетті. Бірақ кез келген тесто қамыр суда жібейді ғой, сол жағы қызық болып жатыр маған. Қытырлау үшін нағыз пастаны сатып алу керек сияқты. Паста ол 4000 теңге тұрады, 200 грамма, 5000 теңге бір жерлерде. Сатып алып, сол катаифиді араластырып жасасаңыздар қытырлау мүмкін. Біздікі қытырлаған жоқ, бірақ біз шоколадтың өзіне риза болдық. Өте дәмді шоколад болды, өте тойымды шоколад болды, барлығына да жетті. Енді бар айтарым осы, тағы да болашақта тағы да дубайский шоколад жасап көруге ниеттеніп отырмын. Дубайский шоколадтың сондықтан екінші бөлімі Құдай қаласа шығып қалады. Баршаларыңыздың назарларыңызға өте көп рахмет. Дубайский шоколадтарыңыз өте дәмді, қытырлақ болып шықсын дегім келеді. Алда келесі бөлімде кездескенше аман сау болыңыздар.